Драматург Наталья Ворожбетнің сценарий бойынша «Киборглар биды» фильмінің чықармаға девам етелер. Фильм Чернигев янындаки Арби аэродром территориясында чықарыла. О Донецк ава лиманына қорчалаған аскерлерге бағышлана. 4 бөлімден ибарет олажақтыр. Фильмнің бұйық тақдимы декабрь 6-сы Украина селялы құветлерінің күнінде олмалы. Негізінде мажор лағабы олған чалхыжының икейесі тұра. Ана бабасы зиянгын олғанына бақмадан егит гөнуллерінің сырасына қошылған еді. Киборгларда ойнаған актерларының чоқысы тек экранда дегілді, ато зонасында да жінкілешкен еді. Мемлекетіміздің келечегі бұл егетлерге бағлы олғанына айтмаға істерідім. Ақыллы, мәритлі, ватанпервер егетлерге бағлы. Олар олюм, омур, достлық, менлік қиметіні яқшы біле.